Сәлем достар, бүгін осындай пломбир кремін жасайтын боламыз. Бұл креммен жасалған торт ерекше дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Әсіресе медовик тортына қатты үйлеседі. Ол үшін бізге ең алдымен қойытылған сүт, яғни сгущенка керек. Мен рогачевский қолдандым, немесе три желания айналайынды қолдансаңыз болады. Одан соң оның үстіне 20% 300 грамм қаймақты қосатын боламыз. Одан соң оның үстіне 100 грамм қант ұнтағын және 300 грамм сливке қосамыз. Енді миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ең алдымен осылай шашырамас үшін араластырамыз, кейін миксерді қосып тағы да араластырамыз. Міне осындай сұйық крем шығады. Бұл крем тек қана медовикқа емес, басқа да торттарға жақсы үйлеседі, және де менің каналыма жазылып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.